Балбырауын күй атасы Құрманғазы қалдырып өткен асыл мұралардың бірі. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі, ұлы күйші композитор. Оның ғұмыр кешкен уақыты Ресейдің отаршыл саясатының әбден құныққан шағына сәйкес келіп, мейлінше күрделі болғанына қарамастан, Құрманғазы өмірге ғашық болып өтті. Балбырауын оның жастау кезінде шығарған күйлерінің бірі. Ол от жалындай қызу мен дүрілдеген екпінге, делебеңді қоздыратын жігерге толы. Құрманғазының Адай, Сарыарқа секілді күйлермен қатар, ол тіршіліктің нұрлы сәттеріне балаша қуанып, қалтқысыз сезімге бөлене білген іңкәр жанның жүрек лүпілі секілді. Күйді 1936 жылы композитор Брусиловский Ер Тарғын операсының финалында 40 кісі орындаған биге музыка етіп пайдаланады. Кейін өзінің Сарыарқа атты симфония сюитасында скерце бөлімі етіп енгізеді. Ал 1938 жылы қайта туған Қазақстан атты симфониясының скерце бөлімінде пайдаланады. Бүгіндері күйдің екі нұсқасы бар. Оркестрлерде бұл күй эндшпильде ойнатылады. Кейбір мәліметтерге сүйенсек, күй атауы балбыр ауан түрінде туындап, кейін дыбыстық өзгерістерге ұшыраған. Атаудың мәні маужырақып, жан дүниеңді балқытып, кейде бекітіп, кейде босатып, еркінен айыратын тамылжыған әуен.